Көзқарас бағдарламасының соңғы бөлімдерінің бірінде Аслан Масқатов жеңіс күні мейрамындағы парадтарды еске алып, біраз естеліктер айтып еді. Енді өзіңіздің аузыңыздан естігіміз келеді. Сізді Эстонияда халық жақсы көрді ғой, соның сырын білгіміз келеді. Мен ол жерге Эстонияның гарнизондарына, басқа жерлерге де, сіз неге тек Эстонияда ғана деп ойлайсыз? Мен Сібірге де қанша еңбек сіңірдім. Өзім қызмет еткен барлық округтер мен бөлімдерде сол жердегі әскерилер, олардың отбасы немесе гарнизондағы басқа да тұрғындар маған деген жаман көзқараста болды деп ойламаймын. Қай жерде қызмет етсем де, өзіме бағыныштылар менімен бір ортаға түскен азаматтардың алдында мен әділ, адал қызмет еттім. Ал Эстонияда ерекше жағдай болды. Мен барғанда жергілікті эстондықтар мен әскерилердің арасында тек бірін-бірі жек көру сезімі ғана бар еді. Мен ол жерге басшылыққа барған соң, әскерилер мен жергілікті халықтар бір-бірімен сәлемдесе бастады, амандаса бастады. Ондаған жылдар бойы бір подъезде тұрса да амандаспайтын адамдар бір-бірімен достасты. Оның құпиясы жоқ. Жай ғана халықтарға, аз халықтарға адам шақыру керек. Мал сияқты емес. Россизм тұрғысынан емес, гуманность, яғни құқықтық тұрғыда. Жаман ұлт жоқ, жер бетінде бірде-бір жаман ұлт жоқ. Ал россизммен ауырып, идеологиялық адасқан халық ең бақытсыз халық. Ал халықты адастыру үшін жек көруге мәжбүрлеу керек. Соғыстан кейін Совет одағы немісті, фашистерді жек көру идеологиясын таратты. Ол дәуренде өте шықты. Кейін еврейский сионизм ойлап табылды. Бәріне. Не болса да еврей кінәлі. Ол да болмаған соң шешен мафиясы деген жала жабылды. Ол да өтпеді. Бүкіл әлем Шешенстанда емес, нағыз мафияның Москвада екенін көрді. Кім бұл идеяға қарсы келсе көзін жойып отырды. Шешендер жоқ болса, проблема да жоқ. Олардың ойы осы болды. Біздің орыстармен қарым-қатынас тәжірибемізде өте үлкен. 300 жылдық тәжірибеміз бар. Бізді орыстар алдай алмайды. Біздің осал тұсымыз не? Біз сенгішпіз, ақпейілдіміз. Олар осыны пайдаланып келді, жаманшылығын жасады. Шешендіктер де бұл жаманшылыққа сондай жамандықпен жауап береді. Мен соны қалайым. Шешендер де, басқа халықтарда орыстың жаманшылығына жаманшылықпен жауап берсе. Неге? Себеп, қатыгездік тек қатыгездікпен тоқтатылады, соғыс тек соғыспен. Мен Ресеймен тарихи байланысымызды өте мұқият қарап шықтым. Лев Толстойдың Хажымұрат повесін, Булгаковтың Ханкальский ущелье деп оқып бәрін. Ол жерде де орыстар қатыгездік жасаған. Сонда Толстой бірнесінде бай жазады. Шешендер орыстарға жиіркенішпен қарады. Жек көре емес, жиіркене. Мен де қазір сондай күйдемін. Жиіркеніш бар, жек көру жоқ. Мал сияқты ғой. Хайуана жиіркенуге болады, оны бірақ қалай жек көресің? Жек көре алмайсың, тек жиіркенесің. Одан бері көп уақыт өтті ғой. Сонда ештеңе өзгермегені ма? Жоқ, ештеңе өзгерген жоқ. Тек қазір орыстар өздеріндегі бар россизм потенциалын біздің Ичкерияға төгіп жатыр. Есесіне бүкіл әлем орыстардың россизмнің қандай екенін ашық көрді. Фашизммен қатар россизммен де күресу керектігін түсініп жатыр. Енді олардың қолы қызыл кнопкаға, атом ядролық қаруына қарай созылады. Қорқыту әрине. Парадтар есіңізде ме? Бағана айтқан Эстониядағы. Әрине есімде. Мереке ұйымдастырдық. Эстондықтардың қуаныш жасын көрдім. Мен командир болғанда
Есіктердің бәрін аштым. Эстондықтар келіп самолеттарды көрді. Эстон тілінде олар жайлы мәлімет айттық. Столовый, казарма, музей бәрін есігін аштық. Ол кезде эстондықтар Эстонияның туын, жалауын қалтасына салып жүруге қорқатын еді. Ал біз Эстонияның туын эстондық парашютистпен бірге 3000 метр биіктіктен желбіреттік. Мен өз көзіммен көрдім. Эстондық жас отбасы, күйеуі, келіншегі, жас баласымен туды көріп, «Әне, қара!» деп бірін-бірі құшақтап, жылап жатты. Одан өзіңізге ештеңе болмады ма? Түкіргенім бар еді ол кезде менің. Я, мене риза бола қойған жоқ округтың басшылары. Есесіне, бұрын әскерилердің Эстон жеріне келуіне қарсы болған халықпен біздер достастық. Олардың мәдени мұрасын өздеріне қайтарып бердік. Соғыстан кейін олардың мәдени мұрасын әскери авиациясын қоймасы етіп жасап тастапты. Әскерилердің өздері тартып алған ғой сол кезде. Мен соны қайтарып берем деген кезде олар сенбеді. Іші сыртын қолдан келгенше тазалап, қайтарып бердік. Кейіннен олар оны музей етіп жасады. Паркке қайтадан ағаш ектік. Музейдің басшыларымен бірге ағаш отырғызғанда түскен суретіміз менде әлі бар. Риза болған олар бізге басқа жақтан ангар салып берді. Я, республика өте кішкентай болды, диверсия ұйымдастыруға, сондай ұйымдастырғысы келгендер де болды. Біз ондайларға жол бермедік. Содан мені басқа округке ауыстырып жіберді. Ол кезде жоғарғы билікте әскерилер таратып тонаушыларға айналдыру жоспары тұрды. Бағынбаған әскери қолбасшылардың көзін құртты. Әскерде жаңа саяси топтың қарақшыларына айналдырды. Түрмеден 7000-дан астам соттаушыларды босатып, әскерге қосты. Татуировкамен, крутой, шегілген, ішілген зэктар ғой. Әскерге қабылданып жатты. Міне, 50 жылдыққа әскерге осындай сыйлық. Сіз Ресеймен келісім шарт үстеліне отырар ма едіңіз? Ал ол не? Мен түсінбедім. Қазіргіні айтпағанның өзінде 2 жыл бұрын-ақ мен бұл топтағы адамдармен пікірлеспеген болар едім. Ол адамдарға, егер адам деп айтуға келсе әрине, олар адамдармен бірге бір үстелдің басына отырмаған болар едім. Ал қазір мен орыстарды жақсы білем. Олардың ойын, жоспарын, бізге қандай жоспары барын, Орталық Азияға қандай жоспары барын, бәрін. Қазір мен өзіме тиесілі емеспін ғой. Мені халық сайлады. Мен халықтың сенімін ақтауым керек. Өз ұлтымның ар намысын аяққа таптамауым керек. Олай болмаса мені халық кешірмейді. Оларды, жаңа сіз айтқан азаматтарды, не нәрсеге теңеуге болады? Мен көп ойланып көрдім. Мәңгүрт емес, вампир емес. Мен оларды битпен біргеге теңеймін. Лас жерлерде жүреді, қан ішеді. Олар жек көре алмайсың, тек жиіркенесің. Міне олар сондай адамдар. Егер орыстар Шешенстаннан әскерін алып кетсе, бізде азаматтық соғыс болады деген ойлар айтылады. Бұған не айтасыз? Бос сөз. Шешенстанда азаматтық соғыс болмайды. Біз Ичкерияны таза ел етеміз. Ал жаңағы айтқан бит бүрге сияқты адамдар лас жерлерде өмір сүреді. Олар таза жерлерде қашады. Я, қиыншылықтар болады. Шынымды айтайын, соғыстан гөрі мен соны көбірек те уайымдаймын. Ертең соғыста өлген сарбаздың артында жесірі менен баласы қалады ғой. Ал бұл елдің басшысы мен. Сонда мен оларға жақсы жағдай, баспана, киім, тамақ тауып беруім керек болады. Мен соны ойлаймын. Алайда біз бұл қиындықтардан да өтеміз, жеңеміз деп ойлаймын. Тек мен үшін ең қиыны сол болатын шығар.
Я қазір еліміздегі сауда қатынастары тоқтап қалған сияқты. Бұрын Ресеймен сауда жасап жүргендерде өз саудасын тоқтатқан болар. Орыстармен сауда жасап жүргендердің проблемалары өздеріне. Менің ойымша адам ең әуелі өз ұлтының, өз елінің тағдырына алаңдауы керек. Өзінің қалтасын ғана ойлайтын адамдар емес. Маған қазір халықтың қамы маңыздырақ. Өткенде тауда мен бір кемпірді көрдім. Жасы 70-лердің шамасында. Бізді көріп, құшақтап, сүйіп, жылап жатты. Үйің отбасың қайда десем, соғыста өлді дейді. Мен не дерімді білмедім. Бірақ ол менен сұрады. Біз Ресейдің қол астында боламыз ба? Деді. Мен ол әжеге қарап тұрып айттым. Әрине, бәрі бір Құдайдың қолында, бірақ мен өзімнің атымнан айтайын. Шешен халқы енді ешқашан Ресейге бодан болмайды, дедім. Сонда сол кемпірдің секіріп қуанғанын көрсеңіз ғой. 16 жасар қыздың өзі олай секіре алмайтын шығар. Содан ол маған айтты. Балам, үй жай мал мүлікке басыңды ауыртпа. Ең бастысы біз мына қаншер орыстың қол астында қалып кетпесек болды, деді. Мен бұл сөзді енді өмір бойы ұмытпайтын шығармын. Ертең сіз соғыс халықтың руханиятын тазарту деген едіңіз. Соны анығырақ түсіндіре өтсеңіз. Олар ең әуелі біздің руханиятымыздан, мәдениетімізден айырғысы келеді. Бізде бұрынғы ақсақалдардың соты қазір жоқ. Енді оларда мәдениет те жоқ. Олар босып кетеді деп ойлаған еді. Бірақ біздің халық рухани тамырына тез оралды. Шариғаттың жолына түсті. Мен басында уайымдаған едім осы жағын. Жоқ, бәрі жақсы жүріп жатыр. Мысалға өткенде бір жігіт өзі келіпті. Менің әпкем арақ сатады. Ол күнә, мені жазалаңызшы деп. Егер тағы да бір рет қайталаса, онда өзін жазалайсыз деп өтініпті. Шыбықпенен таяғын жеп, жазасын алып кете беріпті. Және бір жігіт өзінің былтыр арақ ішкені үшін жаза сұрап келді дейді. Неге деп сұраса, мен ішерде анық күнә екенін, жаза бар екенін білдім дейді. Құдайдың алдында жазаланып, адамдардың алдында да жазаны алғым келеді деп. Сонымен үкім кесілген, шыбығын таяғын жеп болған соң, үкімді орындағандардың да қолынан алып, құшақтасып, риза болып, үйіне кеткен дейді. Бұған мысалдар өте көп. Шешен халқы өзінің руханиятына қайта оралып жатыр. Джохар Мұсаевич, сіздің алдағы 1-2 айға жорамалдарыңызды білгіміз келеді. Мен өз жорамалдарымды сізге айтпаймын, бірақ Шешенстан үшін, шешен халқы үшін менің жорамалдарым жақсы. Орыстар үшін жаман. Сіз бала кезіңізден сенушілерден болдыңыз ба? Я ес білгелі Құдайға сенем. Сенің рұқсатынсыз саған өмір сыйлап, сенің рұқсатынсыз жаныңды алатын Құдайға сенбеу бұл ақымақтық. Кейбір ғалымсымақтар адам жердегі Құдай дейді. Бұл күлкілі естіледі. Мен Құдайға терең сенімдегі адаммын. Болғанмын және сондай сенімде қаламын. Сенбеу бұл ақымақтық. Мен академиктермен дискуссияны шақырған болатынмын. Құдайдың бар екеніне дәлелдермен бір-бірімізге дәлелдеп көрейік деп топ-тобымызбен. Топ-топ болып дискуссияны өткізсек деп ойлағам. Егер осы соғыс болмағанда, сондай дискуссия өтетін бе еді. Құдайдың бар екенін мен кез келген адамның алдында дәлелдеп бере аламын. Моңғол империясы қазір қайда? Тамерланның армиясы ше, Осман империясы, Византия императорлығы. Сол сияқты Ресей империясы да жойылу керек. Руссизм идеясы осылардың ішіндегі ең қауіптісі екенін адамзат білуге тиісті. Джохар Мұсаевич, Ресейдің өлген әскерлері санын айта аласыз ба? Жоқ. Орыстың сарбаздарының өлімі маған ешбір бақыт сыйламайды. Себебі олар көңілсіз қалып жатыр. Мысық, ит, көртышқан жеп жатыр. Оларды өлтіргеннен ләззат алып жатқанымыз жоқ. Тек
Бұл біздің міндетіміз болғандықтан ғана. Қайта бұл соғыста өлгендердің саны аз болса дейміз. Жау болса да өлген сарбаздардың саны аздау болу керек. Ресеймен арақатынасымыз бірден өзгеруі мүмкін бе? Ойламаған жайттар орын алып жатады ғой. Біз ойламаған жайт жоқ. Күтпеген шабуылдар бар. Ресеймен арақатынасымыз өзгеру үшін бүкіл Россияны өзгерту керек. Ресей билігінің жоспарын мен жатқа білем. Бұған жылдар кеткен. Жылдар бойы жоспарланған. Шешенстан бұл тек фактор. Одан әрі Кавказ, Балтика, Каспий, оның ар жағында Орталық Азия, Азербайжан, Абхазия, Таулы Карабах, Лезгинстан, Дағыстан мен Азербайжанды бөліп алып, Оңтүстік Осетия, Ресей әскерінің қол астында болуы керек деген сондай жоспар болды. Одан әрі Каспий теңізі периметр бойынша мына Иранның шекарасына дейін осы жерлерге, Сібірдегі халықтарды осы жерлерге әкеліп қоныстандыру керек. Демографиялық жағдайды өзгертіп, сонымен дағыстандықтарды ығыстыру. Сонда кавказдықтарды Кавказынан айыру. Жоспар осындай болған. Одан әрі Қырым, осы әскерлер Қырымға өтуі керек. Белоруссия одан әрі коридор ашып беруге міндеттеледі. Ол әскерге барыңдар, басып алыңдар, тонаңдар, өлтіріңдер деген бұйрықтар беріледі. Солай күндерінде көріңдер деген сияқты. Ал енді Орталық Азияда Қазақстан, ресурс пен күш бар Қазақстанда. Олар соны пайдаланып, Орталық Азияның өзге өңірлеріне, өзге елдеріне соғыс арқылы басып алғысы келеді. Әрине, Ресейдің аппетиті өте үлкен. Бұрыннан солай болған. Ауғанстандағы сәтсіздіктің өзі соған бір дәлел. Қырымда әлі қантөгіс болады. Украина әлі Ресеймен шайқасатын болады, бұл анық. Руссизм бар кезде олар өзінің амбициясынан айырылмайды. Енді жер бетінде ешкім Ресеймен одақтас болғысы келмейді. Әскери ғана емес, сауда, экономикалық байланыс жағынан. Бәрі көрді, бәрі түсінді. Ресей бұл бүгінгі рекетер, рекет. Мұндай жоспар болса, әскерді неге мұншалықты таратып жіберді? Себебі анық, өте түсінікті. Себеп бұрынғы әскер мен оның қолбасшылары ондай бұйрыққа бағынбайтын еді. Оларға бұйрықты мүлтіксіз орындайтын шала қолбасшылар керек болды. Себебі бұл қылмыстық саяси жүйеге тек қылмыстық әскери күш керек, қылмыстық қарулы күш керек.